Сәлеметсіздер ме, құрметті біздің каналымыздың көрермендері. Каналдың сауышса бөлімінде тұрған осы қарапайым есептің жауабын шешуімен бірге осы видеода айтатын боламыз. Есептің берілуі күрделі көрінгенімен шешуі өте оңай. Видеоның соңына дейін қарап үйреніп алыңыз. Бұл түрде берілген есептерді шешу үшін алдымен осы есепті толықтай баған түрінде оң жағы мен сол жағын жеке-жеке қосып алуымыз керек. Егер біз сол жағын қосатын болсақ, баған түрінде ұқсас әріптер бірігеді. Бізде қараңыз, x деген әріптің өзі түстері бірдей болып тұр, төртеу, демек 4x болады қосындысы. Ары қарай y деген әріпімізде төртеу, қалған әріптерде төртеуден, демек бізде жалпы 5 түрлі әріп тұр. Бұл сол жағының қосындысы. Енді оң жағын қосатын болсақ, сандарды қосамыз. 5 пен 1 6, оған 2 8, оған 4 12. Ары қарай тек қана әріптердің қосындысын тауып алатын болсақ, яғни біз 4 деген ортақ көбейткішті жақша сыртына шығарып жібердік деп ойлайық та, әрі бірден оны оң жаққа бөліп өткізейік. Сонда бізде осы 5 түрлі әріптің қосындысы 3-ке тең екен. Енді бірінші тұрған қосындыға қарайтын болсақ, бұл жерде 4 әріптің қосындысы тұр. Ол 4 әріп, біздегі алғашқы тұрған 4 әріп, Демек, оның орнына біз сан мәнін алып келіп қоятын болсақ, 5 қосылған соңғы әріпіміз тең болады 3-ке дейді. Демек, табу үшін біз 3-тен 5-ті азайтуымыз керек, қарапайым теңдеуді шешу кезінде. Сонымен жауабы дің сан мәні -2-ге тең екен. Ары қарай, екінші қосындыдан біз қай әріп жоқ, сол әріптің сан мәнін анықтай аламыз. Екінші қосындымызда x-тің мәні жоқ, x тең болады, 3-тен азайтуымыз керек 1-ді. Демек, x-тің мәні 2-ге тең. Келесі үшінші қосындыға қараңыз. Бұл жерде y әріпі жоқ, y тең болады, 3-тен азайтуымыз керек 2-ні. Демек, y бізде 1-ге тең. Ары қарай, төртіншісі. Бұл жерде бізде z әріпі кездесіп тұрған жоқ. Демек, z тең болады, жалпы қосынды 3-тен азайтуымыз керек 0-ді. z 3-ке тең деген сөз. Енді соңғы u әріпі табу үшін соңғы қосындыға қараңыз, 5-шісіне. u-дан басқа 4 әріптің қосындысы 4-ке тең екен. Демек, 3-тен 4-ті азайтып жіберсек, u-дің сан мәні -1-ге тең екен. Сонымен есептің шешуі осы. Ауызша шығаруға болады. Ең бастысы сіздер әдісін үйреніп алдыңыздар. Ұқсас есептерді осы әдісті қолданып ауызша шығарсаңыздар болады. Видео ұнаған болса, міндетті түрде достарыңызбен бөлісіп, лайк, коммент аямаңыздар.